жыныс ауыстыру бойынша ең көп ота жасалатын ел. Бұл жақта адамның басынан ұстауға болмайды. Және бұл елде сәрсенбі өте сәтсіз күн. Ал сіздер Таиландтың саяхатшылар мемлекетіне айналуына Вьетнам соғысы әсер еткенін білесіздер ме? Баршаңызға сәлем, Ереке арнасына қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздердің назарларыңызға Таиланд туралы бұдан да қызықты фактілермен бөлісеміз. Себебі Таиланд елі тұрмыс тіршілігі мен салт дәстүрлері өзгелерден ерекше. Видео басталмастан бұрын лайк басып, каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Таиланд оңтүстік шығыс Азияда орналасқан. Бұл таулар, джунглилер мен жазықтар елі. Алып жатқан жер аумағы 513.115 шаршы километр. Елдің ресми атауы Таиланд корольдігі. Біріккен ұлттар ұйымының деректері бойынша халық саны 67,8 миллионнан астам адамды құрайды. Таиландтың астанасы Бангкок қаласы. Мұндағы негізгі тіл тай тілі, бірақ сізді ағылшын тілінде де түсінеді. Негізгі діні буддизм. Тай халқы өз елінің ешқашан отар болмағанын мақтан тұтады. Мұның екі себебі бар. Біріншіден, Таиландты Англия мен Франция отарлап қойған Азия бөліктері арасында буфер ретінде қалдырғысы келді. Екінші себеп, сол кезде Таиландта өте күшті билеушілер болған. 1932 жылғы бейбіт революция Таиландты конституциялық монархияға айналдырды. Бұрын Сиам ретінде белгілі болған Таиландқа қазіргі атауы алғаш рет 1939 жылы, ал екінші рет 1949 жылы берілді. Тайлықтар өз патшасына құрметпен қарауға дағдыланған. Соңғы сөз үкіметке тиесілі конституциялық монархияда оның рөлі айтарлықтай номиналды болғанымен, билеуші туралы жағымсыз сөздер айтудың қажеті жоқ. Тіпті қазіргі мемлекет басшысын қалжыңдап балағаттасаңыз да, түрмеге отыруыңыз мүмкін. Мұндай теріс қылық үшін жазаланатын мерзім 15 жыл. Таиландта өз мәдениетіне табыну, мемлекеттік рәміздерді құрметтеу өте қатты дамған. Мұнда көптеген кинотеатрларда фильмдер көрсетілмес бұрында мемлекеттік әнұранды тыңдау әдетке айналған. Ерекшелік туристік бағыттағы кейбір курорттық қалалар, мысалы Паттайя. Бұл кез келген конфессияның дін өкілдеріне де қатысты. Монахтарға қол тигізуге, сондай-ақ Будда мүсіндерін және басқа да діни атрибуттарды құрметтемеуге тыйым салынады. Сонымен қатар ғибадатханаға кіргенде әдетте аяқ киімін шешіп, бір сәт құрмет көрсету үшін басын иіп тұру керек. Аяқ демекші Таиландтың кейбір дәстүрлері дене мүшелерімен, бас пен өкшемен байланысты. Таиландта өкшесін жауып жүру керек деп саналады, кем дегенде храмдарға барған кезде. Сондай-ақ, мысалы патша сарайына барған кезде өкшелерді жасыру керек. Жалпы тәуекелге бармай, барлық жерде кроссовкамен жүрген дұрыс. Тағы бір салт баспен байланысты. Ол рухтың жиналған жері деп санайды. Сондықтан, тайлық баланың басынан сипап қалсаңыз, ата-анасы ренжіп қалуы мүмкін. Сәрсенбі таиландтықтар үшін аптаның ең нашар күні. Тайлықтардың сенімі бойынша бұл зұлым рухтар күні және күнделікті қиыншылық көп болады деп сенеді. Олар сәрсенбіде бизнес ашу, немесе танысу, ірі саудалар жасау деген амалдар жасамайды. Бұл күні тіпті тырнақтарды да алуға да әркімнің батылы бара бермейді. Тайлықтардың көбісі үйде отырып, бейсенбінің басталуын күтеді. Өйткені бейсенбі жергілікті халықтардың сенімі бойынша өте қуанышты күн. Жергілікті тұрғындар тыныш, күлімсіреп сөйлеуге дағдыланған. Көптеген адамдар ойлағандай бұл туристік бизнестің бөлігі емес. Жергілікті халыққа да, ел қонақтарына да мейірімді қарым-қатынас Таиланд мәдениетінің негізі болып табылады. Тіпті күлімсіреген америкалықтар Таиландты мың күлкі елі деп санайды. Шулы жерлерде де дауысыңызды көтеріп сөйлеуден аулақ болу керек. Патшалықта бұл дөрекілікпен бірдей. Бангкок сияқты мегаполисті қоспағанда, қоғамдық орындарда жергілікті жастар өз сезімдерін сүйісіп, құшақтасумен білдірмейді. Кішігірім қауымдастықтарда некеге дейінгі тығыз қарым-қатынас
әлі де құпталмайды. Бангкокты біз қысқа атауымен атағанымен, тай тілінде ең ұзын астана атауы ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Зейнетақыны бұл елде тек мемлекеттік қызметкерлер мен пілдер ғана алады, себебі елдегі пілдер тұрғындар арасында ерекше құрметке ие. Таиландта бұл жануарлар 60 жасқа толғаннан кейін зейнетақы алуға құқығы бар әлемдегі жалғыз мемлекет. Ел конституциясы адамдардың құқықтарымен қатар пілдердің де құқықтарын қорғайды. Және бұл кездейсоқ емес. Бұл жануарлар Таиландта қасиетті саналады. Және олар адамдар сияқты мемлекет игілігіне жұмыс істейді. Мысалы, ол жақта болған сұмдық су тасқынынан кейін пілдер адамдармен бірге апаттың салдарын жойды. Олар үйінділерді сұрыптап, шіріген ағаштарды жұлды. Олар үшін күнделікті өмірде жұмыстар жетерлік. Бірақ Таиланд конституциясы бойынша күніне 5 сағаттан аспауы керек. Сонымен қатар, қожайындардың ауру пілді жұмыс істеуге мәжбүрлеуге құқығы жоқ. Айтпақшы, бұл жануарды өлтірген адам өлім жазасына кесіледі. Пілдердің зейнетақысы 15.000 бат, теңгеге шақсақ 200.000 теңге. Таиландта пілдерді жұмысқа үйрететін мектептерде бар. Сонымен қатар, Таиландтың Суратани қаласында маймылдарға арналған арнайы оқу орны колледжі бар. Онда туристердің көңілін көтеру үшін түрлі айла тәсілдерді ғана емес, пальма ағаштарынан кокос алуды да үйретеді. Таиланд көптеген жануарлардың мекені болып табылады. Онда әлемдегі барлық жануарлар түрлерінің 1/10 бөлігі ғана емес, сонымен қатар жердегі ең кішкентай сүтқоректі, ең үлкен балық және ең үлкен кесіртке өмір сүреді. Салмағы бар жоғы 2 грамм болатын шошқа мұрынды жарғанат, ең үлкен балық кит акуласы және әлемдегі ең үлкен кесіртке 2 метрге дейін өсетін монитор кесірткесі бар. Тайлықтар тамақ ішуде де өте байыппен қарайды. Мұнда мейрамханалар өте көп. Сондай-ақ тамақ ішуге байланысты көптеген дәстүрлер бар. Сонымен, көптеген мейрамханаларда тамақты компанияға беру қарастырылған. Тайлықтар жалғыз ас ішкенді ұнатпайды және тіпті өздері үшін тағамдарға жеке тапсырыс беруден бас тартады. Тамақты барлығына бөлу әдетке айналған. Сондай-ақ асқа шақырса бас тартпау керек. Жоқ дегенде ауыз тиюіңіз қажет. Әйтпесе ренжіп қалуы мүмкін. Жоғарыда айтылғандай, Таиланд бұрын Сиам корольдігі ретінде белгілі болған және Сиам мысықтары осы елден шыққан. Бұрын Сиам мысықтарының 23 түрі болғанымен, қазір уақытта тек 6-ы ғана бар екендігі сипатталған. Сондай-ақ үйлену күні қалыңдыққа Сиам мысықтарын сыйға тарту сәттілікке балайды. Сіздер әлемдегі әйгілі Red Bull энергетикалық сусыны Таиландта шыққанын білесіздер ме? Оны Чалео Йовитхи 1976 жылдан бері елде және бүкіл Азияда сатылған тәтті, газдалмаған энергетикалық сусын ретінде сатқан. Кейінірек 1987 жылы Дитрих Матечес есімді австриялық кәсіпкер ингредиенттерді батыстық талғамға сай етіп өзгертіп, Red Bull'ды дүниеге әкелген. Ал сіздер Таиланд туралы қандай қызықтарды білесіздер? Комментарияда жазып, пікір қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ал мына сілтеме арқылы өтіп, біздің басқа да қызықты видеоларымызды тамашалаңыздар.